Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бүгін біз сендермен табиғат құбылыстары бөлімінің 3 сабағы аймақтар табиғаты тақырыбын өтеміз. Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с вами пройдем 3-й урок раздела «Природные явления. Аймақтар табиғаты. Природа регионов». Жаңа сөздермен танысайық. Новые слова. Прочитай, напиши в словарь и обязательно выучи эти слова. Биыл, в этом году. Боран, метель. Түске дейін, до обеда. Еру, таять. Ұзақ, длинный. Үнемі, постоянно. Жиі, часто. Кемпірқосақ, радуга. Менімен бірге оқы. Прочитай вместе со мной. Түске дейін, до обеда. Түстен кейін, после обеда. Еру, таять. Кемпірқосақ, радуга. Екі мәтінді оқып салыстыр. Прочитай и сравни. Менің атым Ерік. Ақтөбеде тұрамын. Биыл қыс суық. Аспан үнемі бұлтты болып тұр. Жиі жел тұрады. Боран соғады. Қар өте қалың жауады. Синоптиктердің болжауы бойынша биыл қыс ұзақ болады. Меня зовут Эрик. Я живу в Актюбинске. В этом году зима холодная. Постоянно пасмурно. Часто дует ветер, метель. Очень много снега. По прогнозам синоптиков, в этом году зима будет длиться долго. Менің атым Айнұр. Мен Түркістанда тұрамын. Біздің аймақта қыс өте жылы. Күн ашық және тынық. Жерде әлі қар да жоқ. Қар түске дейін жауады да, түстен кейін еріп кетеді. Синоптиктердің айтуынша, биыл оңтүстікте қыс жылы болады. Меня зовут Айнур, я живу в Туркестане. В нашем регионе зима очень даже теплая. У нас ясно и безветренно. Даже нету снега. Снег идет до обеда, а после обеда он тает. По прогнозам синоптиков, в этом году на юге зима будет теплой. Қарама-қарсы сөздерді тап, найди антонимы. Поставь видео на паузу и попробуй сделать сам. Жиі, сирек, еру, қату, биыл, былтыр, қыс, жаз, ұзақ, қысқа, оңтүстік, солтүстік, желді, желсіз, қалың, жұқа. 4-ші тапсырма. Ерік пен Айнұрдың телефон арқылы сөйлесуін көрсетіңдер. Диалог құраңдар. Составьте диалог между Ериком и Айнур. Используйте эти слова. Поставь видео на паузу и попробуй сделать сам. Үлгі, пример. Сәлем, Ерік. Сендерде ауа райы қандай? Сәлем, Айнұр. Бізде түске дейін жел соқты. Синоптиктердің айтуынша түстен кейін қалың қар жауады. Бізде батыста сынап бағанасы -15 градусты көрсетіп тұр. Күн суық, жел, жылы киініп жүр. Сөз тіркестерін оқып, мағынасын түсіндір. Прочитай и объясни смысл словосочетаний. Жаңбырға дейін, қысқа дейін, таңертеңге дейін, кешке шейін, қар ергенше шейін. Жаңбырдан кейін, қыстан соң, таңертеңнен кейін, кештен кейін, қар ергеннен соң, таңертеңнен бері, жаңбыр болғаннан бері. Мы знаем, что дейін, шейін переводится до, а кейін, со. Эти слова мы можем использовать, когда говорим время определенное, например, до обеда, да? Или же расстояние. Например, ауылға дейін, орманға шейін, жолға дейін, көшеге шейін. До деревни, до леса. И так далее. Ереже, правило. Шейін, дейін, кейін, соң, әрі. Уақытты, мерзімді білдіреді. Обозначает время. Қашықтықты белгілі бір заттың тұрған орнын білдіреді. Обозначает расстояние, либо место определенного предмета. Ответь на вопросы. Сұрақтарға жауап бер. Поставь видео на паузу и попробуй сделать сам. А теперь проверь себя. На 2-й и 3-й вопрос отвечаешь от себя индивидуально.
осымен біздің сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау бол. Спасибо за внимание. До свидания.